Қайырлы күн оқырмандар. Бүгін сіздермен қатпарлы самсаның рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен жылы суға тұз және де жұмыртқаны салып араластырып аламыз. Содан соң алдын ала ұнды електен өткізіп дайындап алдым. Соны аз-аздан сала отырып, жұмсақ қылып, түйіршік қалмайтындай етіп, қамыр илеп дайындаймыз. Және де қамырымызды дайындап болған соң екі бөлікке бөлеміз. Осы екі бөлікке бөлген қамырымызды тағы да тығыздап илеп аламыз. Міне қамырымызды да дайындап алдық. Осы қамырды бөлме температурасында бетін пищевой пленкамен жауып 15 минут тындырып қоямыз. Және де қамырды бір-бірлеп ала отырып, алдымен қолымыздың көмегімен басып, содан соң оқтаумен тым жұқа қылмай жайып аламыз. Міне қамырдың бірінші бөлігін дайындап алдым. Қамырды дәл мантының қамырынан дайындаған секілді етіп дайындасаңыздар болады. Тым жұқа қылмадым. Осы қамырдың бірінші бөлігін бөлек алып қоямыз. Және де қамырдың екінші бөлігін алып, дәл жаңағыдай алдымен қолымыздың көмегімен басып, содан соң оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Және де осы қамырды илеп жатқан кезде мен сармайды ертіп дайындап алдым. Соны сармайдың жарты бөлігін осы қамырдың үстіне құйып, қолымыздың көмегімен қамырдың үстіне жағып шығамыз. Және де осы сармайымыз қатқанша сәл 5 минуттай күтетін боламыз. Сармай қатқан соң қамырдың екінші бөлігін осы қамырдың үстіне жайып аламыз. Және де осы формасына бір-біріне келтіріп алған соң жаңағы сармайдың екінші бөлігін құйып, тағы да қолымыздың көмегімен жағып аламыз. Және де сармай қатқанша 5 минут тағы да күтеміз. Содан соң қамырдың шеткі бөлігінен бастап алып,
дәл осы видеодағыдай етіп ораймыз. Міне орап дайындап алдым. Содан соң осы шетінен бастап алып тағы да әдемілеп орап шығамыз. Және де 1 сағатқа тоңазытқышқа қалдырамыз. Және де салмасына фарш және де пиязды алып турап аламыз. Содан соң фаршқа қосып, дәміне қарай бұрышын, тұзын қосып, қолымызбен фаршты жақсылап араластырып аламыз. Міне салмасы да дайын болды. Қамырымыз сәл қатыңқырады. Содан соң осылай қалауыңызға қарай көлемде турап шығамыз. Барлығын турап дайындап алған соң қамырды бір-бірлеп ала отырып, оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Және де дайындап алған салмасын салып, орап аламыз. Қалыңызға қарай үшбұрыштап немесе дөңгелек етіп әдемілеп орасаңыздар болады. Міне осылай дайындап алдым және де қалған қамырды алып барлығын дәл осылай дайындап аламыз. Барлығын дайындап болған соң алдымен қалыпты майлап, жаңағы дайындап алған самсаның барлығын осы қалыпқа орналастырамыз. Және де пешімізді 180 градусқа қыздырып қоямыз. Және де қамырдың үстіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамын. Содан соң әдемілеп кунжутты сеуіп, қызып тұрған пеште 180 градуста қызарғанша 30 минуттай пісіретін боламыз. Міне осылай самсаларда дайын болады.